Сәлем барлықтарыңызға. Бұл видеода 2023-2024 оқу жылында болған ауыл олимпиадасы математика пәнінен 11 сынып 1 кезең 1 есебін талдауды бастаймыз. Цифрлардың әрқайсысы жұп болатын әртүрлі цифрлардан тұратын екі таңбалы сандар санын табыңыз дейді. Жұп цифрлар 0, 2, 4, 6, 8. Осындай 5 цифр бар. Жұп цифр. Бізге екі таңбалы сан құрастыру қажет екен. Ондықтар бірліктері болсын. Ондықтардың орнына 2, 4, 6, 8 солардың төртеуінің кез келген қоя аламыз. Нөлді қоя алмаймыз. Нөлден басталса ол екі таңбалы сан болмай қалады екен. 4 түрлі вариант бар екенімізде. Енді мысалға 6-ны алып қойдық. Оны қолдануға болмайды, өйткені мына жерде әртүрлі цифрлардан тұратын деп жатыр. Сондықтан қалған мына төртеуін қоюға болады енді. Мына төртеуінің ішінен бірін алдық, үшеуі қалды. Мына нөлді қоюға болады, енді бірліктеріне 4 нұсқа бар екен мына жерде. Көбейту ережесі бойынша 4-4-ке көбейтіп жібереміз. 16 болады екен. Д нұсқасы дұрыс жауап болды. Сонымен мына есеп шықты. Сау болыңыздар.